Сарыарқа сайын дала кең мекені, кеңдігі шапқан сайын өрлетеді. Бұл өлке сұлулықтан туған қызбен, намыстан жаратылған ер мекені. Төсіне жаңарқаның киі қонған, мамырда босамайтын бие баудан. Білектің күшіменен ерлер қорған, бұл елге текті жұртым ие болған. Сылдырап ағып жатқан сары суым, тұнығы дертке шипа дәрі суым. Қуаты сенде жатыр дүбірлеген, тұлпардың тайпалмайтын шабысының. Бұл өлке бай қазақтың жайлауда, сүтінің бетіндегі қаймағыда. Құт қонған құрсағынан туған екен, бекшенің бел баласы Байдалыда. Бабасы арқадағы арғын екен, арғыннан насып туған алғыр екен. Қуандық арғатасы одан мойын, шежіре тарқататын әңгіме екен. Әкесі бекше деген асыл адам, алдында қан мен бидің жасымаған. Қанына тартпағанның қарысынсын, Байдалы туған екен насып одан. Жасынан даналарға серік болған, ақылы бір басына көрік болған. Қамшысын билерменен қатар ұстап, антына адамдықтың берік болған. Тәнті ғып билігіне бара олды, қазыққа әділ сөзін қаға білді. Жер дауы жесір дауын шешкен сөзі, қақ жарып өтеді екен қара қылды. Бар болса Абылайдың 8 биі, Байдалы ақыл ойы теңіз биі. Қан тақсырдың сөзімен мәтел болған, 8 бидің ішінде семіз биі. Жалғанның кімдер тойған қызығына, тойса да шыдау керек шыжығына. Бауыры бәйтелідей жалалы боп, жетіпті Абылайдың құзырына.
сен әлі бір бейбақтың қазасына. Қашыпты бәйтелінің мазасы да. Төренің өз тұқымын өлтірді деп кесіпті бұны өлім жазасына. Әнесі танытқан соң ағат қылық, жазасын алғалы тұр жарап тұрып. Сол кезде байдалы би былай дейді, немере әнесіне қарап тұрып. Аузыңа неге алмайсың Құдайды, қолқаға салмаймысың Абылайды. Сұм өлімге кесілген сен түгілі, лақта бауыздардай маңырайды. Абылай сөз астарын түсініпті, жазасын құн өтеуге түсіріпті. Төренің тұқым үшін екі адамның құнын бер деп танытқан кісілікті. Бұл үкім құныкерге ұнай кетті, өлімнен қалған жүзін шырайлетті. Ал бірақ байдалы би наразы боп, сол кезде Абылайға былай депті. Жүз кісінің рухы бар жұмыр етте, туысыңның басқадан құны көп пе? Тұлпардың төбелдегі шашы көп пе? Жоқ әлде денесінің түгі көп пе? Ұғынсаң бұл сауалда құдірет көп. Көпшілік Құдай салған нығметпек. Абылай іркілместен жауап берді, тұлпардың денесінің түгі көп деп. Әділдік орнатудың шеберіндей, бей сонда былай деді сөге білмей. Қараша сол тұлпардың түгіндей көп, қан тұғымы аз ғана ат төбеліндей. Байдалы енді мықтап сөз қондайды. Қан тақсыр білуші едің сен дондайды. Әруақ деп атасын шақырғанда, атына қонбайтұғын ел болмайды. Көптеген селден қатты қозғалады, сел болса аударады азғараны. Лақ құсап бақырғаны бәйтелінің, арғынның алтарысын қозғағаны. Сол арғын бұғатындай жасық емес, тағыңды да құлатар ашық егес. Қан тұқымы болса да өлген адам, қарашадан сүйегі асыл емес. Осы сөз дүрліктірді бүгін көпті.
байдалы түйін сөзді ұғын депті. Төренің тұқымына екі емес, бір адамның береміз құнын депті. Мүмкін бе бидің дауда сарқылуы, өзгеден артық сөзі артық үні. Мерт болған адамыңыз күңнен туған, ол үшін жеткілікті жарты құны. Деді де байдалы би кесім етті. Әділдік қара қылды тесіп өтті. Асалмай өткір биден қана бұлай, ақыры жарты құнға шешім етті. Сөзімен күш білекті матап кеткен, берілді би ерекше атақ көптен. Содан бері ел іші байдалыны, Абылай аспас сары бел атап кеткен. Тақта хан төрдегі абыз сенер ұлттың, байдалы ақ перзенті көне жұрттың. Арқаның шаңырағын шайқалтпастан, бақанын ұстап тұрды төреліктің. Дастан қып жырлағанда құбылдының, әр сөзін байдалының ұғын бүгін. Жақын ажал болғанда алыс деген, арасы білімсіз бен білімдінің. Зуылдап өтер тірлік алда күйбің, үлгісін байдалы би жанға жидым. Жырымды фатиха қып арнағаным, рухы шат болсын деп арда бидің. Жырымды фатиха қып арнағаным, рухы шат болсын деп арда бидің.